Қалайсыңдар? Бүгін 77-ші күн. По идее, бүгін 85-ші күн болу керек, потому что бүгін менің туған күнім. И туған күнге орай мен челлендж бастаған кезде 85 күн қалған болатын. Бірақ мен оның 2 күннен кейін қадалып қалдым. Сол үшін сондай ысырылып кетті дата. Неге 85-ші күн болу керек? Бүгінгі айтатын ой. Мен даже қосамын ғой видеоны. Мен дайындамаймын, даже мына айтамын деп. Просто қоссам, и бүгін сразу бір ой келеді. Мен все равно осы бір күнгі алған инсайтымды аласың ғой. Айтатын нәрсе, қай кезде сенде келесі шаг жасауға, келесі қадам жасауға, қай кезде сенде уверенность болады. Абай атамыз айтады ғой, өзіңе есеп беру керек деп. Когда өзіңе есеп бересің, бүйтіп көресің ғой. Мен проработка жасап жатырмын. Проработка деген кеше қандай жақсылық болды, бүгін қандай пландарым бар. В общем, сондай проработка бар. Біз 6 техника, 6 нәрсе бар, соның 6 нәрсені жазасың. Просто жазасың. И сол кезде эффект өзімен өзі болады. По идее, бүйтіп қарасаң фигня сияқты, бірақ просто жазып көресің эффект. Сол кезде өзіңе сенімділік пайда болады, потому что сен байқап бастайсың. Қандай күшті керемет жақсылықтар сенің өміріңде болып жатыр. Соны көресің. Соны көргеннен кейін сенде ой пайда болады. Оказывается, мен нормально өсіп келе жатырмын. Оказывается, мен күшті жақсылық болып жатыр. Оказывается, мен өлу өмірім не емес, мусорный ящик емес. Оказывается, мен өмірім нормально екен. Қарашы, маған қанша қандай нәрсе беріп жатыр. Потому что текстің ішінде жазған кезде что хорошего было вчера деген болып тұр да. Сенің фокусың автомат неде? Жақсылықта. Сен жақсылықтардың барлығын көресің. Сен жақсылық. Мен кәдімгі отырамын ғой бүйтіп. Не болды кеше, не болды? Так, мынау жатам екен, жақсылыққа жатады ғой. Түкнажам. Прям басқа келіп болмайды. Бірақ сен іздейсің ғой. Сен сильно күштеп іздейсің. Не болды мен жақсы? Не берді маған Құдай деп. Прям іздейсің ғой. Вот. По идее жазу керек қой. Бірақ сен басың ауырады. Сен іздейсің кәдімгідей. И сенде автомат не болады? Автоматым жақсы нәрселерді көру, жақсы нәрсені іздеу, жақсы нәрсенің барлығын көріп есептеу деген сияқты болады да. И сен автоматым іште өзіңді бір күшті сезінесің. Не үшін? Потому что оказывается мен өмірім күшті екен ғой. Мен асылып қалғым келіп жүр, оказывается асылмау керек екен ғой деген сияқты бір ойлар пайда болады. Түсіндіңдер ма? Сол үшін бір техниканы алда бөлсем, бірінші мен жасап жатырмын ғой. Жасап болайын. Потом техник мен уже кайф сезініп жатырмын. Бірақ пока айту рано сияқты. Хотя бы 7 күн жасайын. 4-ші күн келдім. Тұрамын, сразу жазамын. Сосын бөлсем не жазылу керек е. В общем, эффект мощный. Соның барлығын сезініп жатырмын, кайфтап жатырмын. Сендерге де бөлсім келіп тұр. Бірақ алда уақытта бүгінгі күннің ойы осы. Просто өміріңе есеп жасаңдар. Есеп те болсын, анализ болсын. Давайте. Такси келді.